Дженни тағы да желіні дүр сілкіндірді. Blackpink жұлдызы жаңа әндер топтамасын сынды, бірақ бұл жолы жанкүйерлер екке бөлінді. Себебі фанаттар көптен күткен бірнеше ән жаңа жобаға енбей қалған. Jennie Fallen Angel атты жаңа жобасын таныстырды. Оның цифрлық нұсқасына 3 ән енген: Fallen Angel, Heaven және Less Than a Lover. Ал физикалық нұсқасында қосымша Sweet Tooth, Lock It Down және Face әндері болады. Бұл Jennieдің Ruby альбомынан кейінгі алғашқы жеке музыкалық жобасы. Сондықтан жанкүйерлер оны бірнеше ай бойы асыға күтті. Алайда жаңа әндер жарыққа шыққаннан кейін кейбір фанаттар өз наразылығын білдірді. Өйткені Jennie жазғы фестивальдер кезінде Lock It Down және Sweet Tooth әндерін сахнада орындаған болатын. Сол себепті жанкүйерлер бұл әндер жаңа жобаның негізгі тректері болады деп күткен. Бірақ олар цифрлық нұсқаға енбей қалды. Ал екінші мәселе желіде одан да үлкен талқы тудырды. Жаңа постер жарияланғаннан кейін кей қолданушылар оның визуалдық стилін Ариана Гранденің шығармашылығына ұқсатып, тіпті Jennie'ді плагиат жасады деп айыптай бастады. Дегенмен Jennie'ді қолдайтындар да аз емес. Олар әншіні қазіргі таңда әлемдегі ең мықты соло орындаушылардың бірі деп санайды. Және бұл сынның оның шығармашылығына көлеңке түсірмеуі керек екенін айтып жатыр. Ал сен қалай ойлайсың? Бұл Jennie'дің өзіндік шығармашылығы ма? Әлде шынымен басқа әртістен алынған идея ма? Пікіріңді жаз. Және осындай қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін парақшамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.